الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Keşer qadırmende sayram telearnası iman nuru xabara көрермендері. Алдымен барлығымызды жоқтан бар қылып жаратқан зат Аллах Хак Субханаху ва Тағалаға шексіз шүкірлер, мақтау мадақтар айтып, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға сәлем салауаттар жолдап, бүгінгі хабарымызды әдеттегідей студиямызға келген қонақпен таныстырып өтсем, бүгінгі студиямыз қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, Түркістан облысы Сайрам ауданы бас имамы орынбасары, құрметті Мирхаджиев Миракмал Хажы Қары Мірсіддіғұлы қатысып отыр. Алдымен Қареке, қымбатты уақыттарыңыз бөліп келгеніңіз үшін үлкен рахмет. Өзіңіз жақсы білесіз, әдеттегідей студиямызға келген қонақтар қасиетті кітап Құран Кәрім аяттарымен жалғастырамыз, иншалла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسي طرفة أعين يا رب الله осы оққан қасиетті Құран кәрім асыл болған сауаптарды осы өмірден өткен барлық мұсылмандарының аруақтарына бағыштадық. Я Раббым Алла, елімізге тыныштық бере көр. Әр түрлі бәледен, жаладан, апаттан Аллах Таала өзің сақтай көр. Елімізді тыныштық қылып, Раббым Алла, аспаннан келетін бәлелерден, жерден шығатын зілзала апаттарынан, су тасқындарынан Аллах Таала өзің елімізді сақтай көр. Елімізді әр түрлі жаманшылықтардан Раббым өз панахында өзің сақтай көр. Аллахумма ахсин ақибатана фил умури куллиха ва ажирна мин хаззи дуnya ва азабил ахира ва саллаллахумма аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин валхамдулиллахи раббил аламин бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Аллах Қажеке тағы бір рет үлкен рахмет. Аллах Хак Субханаху ва Тағала іліміңізді бұдан да көбейтсін. Әрқашанда елдің, халықтың
Dinimizin hizmetinde жүрүүдө Аллах Тааланы өз сизге медет берсин. Хареке, алдымен Аллах Таалага біз пенделер тоқтамай түні күні берген нығметтерге шүкірлік жасайтын уақыт заманда өмір сүріп жатырмыз. Бұлайша айтқанда, Хареке, жасыратын ештеңесі жоқ. Біздің ата-бабаларымыз қажы деген сөзді тек қана тілінде айтып, амалда орындай алмай өтіп кетті. Бірақ Аллах Таалаға шексіз шүкірлер болсын, сол ата-бабаларымыздың істеген дұғаларыны бүгінгі таңда қабыл етіп, жас, кәрі, үлкен кіші барлық мұсылман бауырларымыз қажылық амалдарыны үлкенінде, кішісінде умра қажылықты беймарал орындап жатыр. Мына осы умра қажылық, үлкен қажылық дегенде бізге түскен сұрақты сол қажылықтардың айырмашылығы бар ма? Қандай айырмашылығы бар? Соны біздерге түсіндіріп берсеңдер деген сұрақ түскен. Соны ашық айдын бәрге өзіміздің қарапайым тілде түсіндіріп берсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллах Тағалаға сансыз шүкірлер, мадақтар болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламге және оның отбасына, сахабаларына салауаттар мен сәлемдер болсын. Құрметті теледидар көрермендері, барлықтарыңызды Аллах Тағала отбасыңыздарға береке берсін. Аллах субханаху ва тағала барлықтарыңыздарға Алланың үйі болатын және сол Каабатуллаға барып тәлбие айтып, умра амалдарын жасауға, үлкен қажылық амалдарын жасауға Аллах Тағала өзі нәсіп еткен болсын. Сұрақта түскендей, үлкен қажылықтың және умра қажылықтың айырмашылығы қалай деген бір сұрақтар түсіпті. Көп адамдар умра қажылық жасап, мен болды, мен қажымын деп жүргендер өте көп. Енді бұл умра қажылық, бұның мағынасы бұл зиярат. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өмірің кезінің барлығында 4 рет умра қажылық жасады. 4 рет умра қажылық жасады. Үлкен қажылықты Пайғамбар алейхиссалату вассалам 1 рет жасаған. Енді оның айырмашылығы қалай? Үлкен қажылықты Аллах Тағала Құранда парыз еткен. Бұл мөмін, мұсылман адамға, ақшасы бар адамға, дені саулығы мықты болған адамға, жол амандығы болатын болса, ондай адамға үлкен қажылық жасау ол парыз. Міндетті түрде оны орындау керек. Енді бұл үлкен қажылыққа арнайы бір ай бекітілген. Және ол Зүл-Қада, Зүл-Хиджа айлары. Және үлкен қажылыққа баруынан алдын сол Зүл-Хиджа айында, Зүл-Хиджа айының 8-і Минаға шығып кетіледі, 9-і, 10-і, 11-і, 12-і, сол 10-і айт күні есептеледі, 9-і Арапа күні есептеледі. Бұл Зүл-Хиджа айында бекітілген болғандығы үшінде бұл үлкен қажылық парыз болып есептеледі. Және бір жылда 1 рет келеді үлкен қажылық. Енді умра ай сайын барса да бола беретін амал. Демек, қазір айтқан үлкен қажылық тек қана құрбан айт кезінде. Құрбан, біз түсіндіретін сол құрбан айтында болатын амалды сол үлкен қажылық деп білеміз. Енді умра қажылық ол ай сайын барыла береді. Оны бір шектеу қойған бір күн, шектеу қойған бір ай жоқ. Қашанда болса барып умра қажылығын жасай береді. Зияраттап қайтады. Енді умра қажылықта біз не істейміз? Бірінші, умра қажылықтың 4 шарты бар. Бірінші, ниеттеніп ихрам кию. Ихрам дегені рыда дейді, изар дейді. Рыда деген не қылады, астына не қылады, изар деген үстіне киеді. Ол екі сүлгіден ибарат болған не ол? Мата. Енді соны ол әншейінде негізі ол киім септелінде бола береді. Енді оны ниеттенгеннен кейін ол
umra amалын жасау керек болады оған. Енді оны қашан киеміз? Оны ниеттеніп киетін жеріміз миқат дейді. Миқат шегере. Және Мединадан баратындар Зүл-Хулайфа деген миқатқа барады. Ямбу деген жерден баратындар Джухфа деген миқатқа барады. Таифтен келетіндер өзінің белгілеп қойған миқаттары бар. Сол миқаттардың барлығына қажылар келеді, осы жерге келіп, ниеттеніп, ихрамды байлап, содан кейін лаббайк Аллахумма умратан деп ниет қылып, умраны ниет жасайды. Демек, былайша айтқанда, әрбір елден келетіндердің өзінің миқаты, яғни шекарасы бар, сол шекарадан өту керек. Сол кезде ихрамға кіру керек. Ихрамға кіріп, ниет жасау керек осы жерде. Енді ниет жасап болғаннан кейін, ихрам жасап болғаннан кейін мустахаб амалдардың біреуі, қылса сауап болатын амалдардың біреуі, 2 ракат намаз оқу. Ол қандай намаз? Ихрам намаз дейді. Бірінші ракағатына Кафирун сүресі оқылады, екінші ракағатына Ихлас сүресі оқылаттағын, содан кейін дұға жасайды. Я Раббым, бізді мынау қылып жатқан умраларымызды өзің жеңіл қыл. Пайғамбар алейхиссалату вассалам жасаған умралардан болу насип ете көр. Лаббайк Аллахумма умратан деп ниет жасап, содан кейін жолға шығады. Бұл умраның бірінші шарттары. Енді бұл лаббайк Аллахумма тәлбияны айту, бұл сүннет амалдардан біреу есептеледі. Енді бұл тәлбиені екінші шарты умраның, екінші шарты Кағбаны жетірат тәуәф жасау. Тәуәф дегені біздің қазақ тілінде айналу деген мағынаны білдіреді. Жетірет жасау керек. Жетірет жасамайтын болса, оның умрасы умра болмайды. Соның ішінде үшеуін жасау ол парыз. Тәуәфтің 3 тәуәф жасау парыз. 4-еуі ол вәжіп. Соны жақсылап білуіміз керек. Көп адамдар білмейді да, бағанағы 2 рет жасайды, 3 рет жасайды да, болды мен бітірдім деп ойлайды. Ана адасып қалатындар болады ғой барған кезде. Бағанағы қажбашы гид басқа бір қажылармен кетіп қалады, бір адам адасып қалады. Сол кезде сабақта болмағаннан кейін бағанағы 3 рет жасап қояды, 4 рет жасап қояды да басқа жасамай қояды. Соны жақсылап біліп алу керек. Ол 7 рет жасау бұл неген вәжіп есептеледі. Яғни 3 рет айналу парыз, 4 рет айналу ол вәжіп. Енді о жерде турадан тура сұрақ туындайды. Осы адасып, шатасып кететін адамдар 8 рет өтіп айланып қойсашы. Енді ғалымдар айтады, егер білмей айналып қоятын болса, оған оқаш жоқ, оған ештеңе неш жоқ, не төлемейді оған ештеңе. Оны енді мынау біліп тұрып істейтін болса, ол жақсы емес, ол дұрыс емес. Кем қылып қоймау керек. 7 рет айналу керек. Аз болмау керек. Аз болмау керек. Ани енді сол айналу атқан кезінде сол жасыл шырақ бар, осы жерге келген кезде бисмилла Аллаху акбар деп қолды Хаджарул Асвадқа қарап не қылады? Көтереді. Соны 7 рет істейді. Бұл екінші шарты. Енді бұның ішінде және мүстахаб болған амалдардың біреуі Мақам Ибрахим алейхиссаламның аяғын ізі тұратын орын бар. Соның артына өтіп, не қылады? 2 ракағат тәуәф намазын оқиды. Тәуәф намазын оқиды. Ниет қылаттағын 2 ракағат тәуәф намазын оқиды. Оған да бірінші ракағатына Кафирун сүресі, екінші ракағатына Ихлас сүресі оқылаттағын Кағбаға қарап, мынау жүрегінен ниет жасайды. Енді бұл амалды істеп болғаннан кейін умраның 3-ші шарты басталады. Және бір мұстахаб амалдардың біреуі баратын кезде зәмзәм ішу. Зәмзәм ішеді, тойып зәмзәм ішеді. Өткен пайғамбар алейхиссалату вассалам не деді? Зәмзәму лима шурибала. Кім зәмзәмнің қай ниетте ішетін болса, осы болады деді. Басқа бір хадисте айтты. Кім зәмзәмні көп ішетін болса, одан мұнафықтық кетеді дейді. Сол үшін зәмзәмді көбірек ішу керек болады. Енді умра амалдың 3-ші шарты ол сағи жасау. Және сағи қай жерде жасалады?
Safa Marwa tauының ортасында. Осы жерде 7 рет жүреді. Сафадан Marwa барады, 1 рет Marwaдан Сафаға келеді. Онда 3 рет жасау парыз, қалған 4-ін жасау вәжіп есептеледі. Енді бұл амалды істеп болғаннан кейін, оның ішінде және амалдар бар. Жүретін амалдары бар. Еркек кісілер ат сияқты, кішкене сәл жорға сияқты жүреді. Әйел кісілер жүре береді. Сол жерде айтатын дұғалары бар. Оларды айту мүстәхаб. Осы Сафада жүрген кезде Аллах тағалаға мұны жүректен қалай дұға қылса да Аллах тағала қабыл етеді. Бұл әншейін жүретін жер емес. Өйткені Ажар анамыз бұл жерде не істеген? Исмаил алейхиссаламға су іздеген жер. Енді 4-ші шарты сол Сафадан жүріп Marwada таусылғаннан кейін, біткеннен кейін шығаттағын сақшыны алдырады. Сақшыны алдырған кезде де өте қатты мән беру керек. Біреулер осы жердегі нелерді көреттен қайшымен қиғанны көрсетеді. Ол дұрыс емес біздің Абу Ханифа мазхабында. Біздің имам Абу Ханифа мазхабында ол дұрыс емес. Ең азында 25% болу керек. Ең азында. Алынған шаш. Алынған шаш 25% болу керек. Одан аз болатын болса, ол болмайды. Ол дұрыс емес деген ғалымдар. Енді шаш алудың 2 түрі несі бар. Пайғамбар алейхиссалату вассалам немен ұстарамен қырғандығы да бар, және қысқарқандығы да бар. Сол 25% алатындар, олар қысқартыру. Енді ұстарамен алдыру, ол не? Пайғамбар алейхиссалату вассалам оған 2 рет дұға жасаған, қысқартқандарға 1 рет дұға жасаған. Сонымен мені умра амалдың шарттары бітеді. Енді үлкен қажылықта, үлкен қажылық өзі 3-ке бөлінеді. Тәмәттү қажылығы бар, қыран қажылығы бар, ифрат қажылығы бар. Біздің Орта Азиядың баратын қажылардың барлығы тәмәттү қажылық ниет қып жасайды. Бұл қандай қажылық? Бірінші умра жасап алады, содан кейін ихрамнан шығаттағын 1 апта дем алып, содан кейін Зүл-Хиджа айының 8-ші күні қайтатан не қылады? Ләббәйк Аллахумма хаджан деп ниет жасап, қажылыққа, ихрамға кіріп, содан кейін Минаға шығады, Арафатқа барады, содан кейін Муздалифаға барады, содан кейін шайтанға тас лақтырады, солардың бәрі міндеттеріне атқарады. Енді қажылықтың бұл 3 парызы бар. Көп қажыға барған адамдарды бұны білмей жатыр. Біз сұраймыз, қажылықтың қанша парызы бар десе білмейді. Бірінші парызы вуқуф Арафа, және Арафатта тұру. Арафатта тұру парыз. Кім Арафатта тұрмайтын болса, ол адам қажы есептелмейді. 1 сағат болса тұру керек Арафатта. Негізі Арафатқа біз қашан шығамыз? Сүннетке сай, күн шыққаннан кейін Арафатқа шығу сүннет болады. Осы жерден шығып, бесін мен асырды, 1 азан 2 такбирді айтып, намаз оқимыз, қасыр қылып. Содан кейін күн батқанға дейін не қыламыз? Дұға жасаймыз. Өйткені пайғамбар алейхиссалату вассалам Арафатта қылынған дұға қабыл деген. Кім шәк шүбә қылатын болса, күмәнделетін болса, ол адам күнәһар болады деген. 3-ші парызы бұл Кағбаны 7 рет тәуәп жасау. Бұл умрадың айры бөлік ол. 7 рет Кағбаны не қылады? Тауафы ифаде деп айтады. Бірінші тауаф. 7 рет айналады. Қажылықтың 3 парызы бар. Бірінші ихрам байлап ниет жасау, ләббәйк Аллахумма хаджан деп. Екіншісі Арафатта тұру. Үшіншісі Кағбаны 7 рет айналу, тауаф ету. Ал енді қажеке, мына былайша адамдар түсінікті болу үшін, демек үлкен қажылық Аллах Тағаланың бізге бұйырған парызы, умра қажылық, пайғамбар істеген сүндет амалдар. Енді қараңыз, мына қазір өте бір жақсы сұрақ кепті. Рамазан айындағы умра қажылық. Мына жыл 11 ай умра қажылық жасаймыз дедіңіз ғой, сол 11 айдың ішіндегі 1 айымызды, яғни қасиетті Рамазан айымызда істелген умра қажылықтың ерекшелігі бар ма, жоқ па?
Умра, Рамазандағы умра қажылықты жасау туралы пайғамбар алейхиссалату вассалам былай деген. Кім Рамазан айында умра қажылық жасайтын болса, ол адам менімен бірге үлкен қажылық қылғандығын сауабыны Аллах Тағала оған береді деген. Сол үшін Рамазан айындағы умра қажылық басқа айлардағы умра қажылықтың ерекшеліктегі осы жерде. Не үшін? Өйткені Рамазан айында адамзат оразамен не қылады? Ибадат жасайды. Құлшылық жасайды. Содан кейін тәуәп жасайды Кағбатулланың. Және таравих намаздарын оқиды. Сол үшін Расулулла саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айында умра қажылық жасаған адамға менімен бірге үлкен қажылықтың сауабын Алла береді деген. Алла разы болсын. Қарекейінде бұлайша кең бәріні көп айтып түсіндіруге біздің уақытымызда тура келмейді. Соның үшін қонақтардан келген сұрақтарымызды бәрін беріп шығуымыз керек. Иншалла сол сұрақтардан тағы біреуі, мына иншалла қазірғанда айтып өткендей Зүлхиджа, Зүлқада айлары келе жатыр. Бұл айлар үлкен қажылықтың айлары. Сол белгі қажылыққа қанша фирма қызмет істейді, және де олардың алдында қазір алып бара жатқан дайынгершіліктері қалай болып жатыр. Мысалы үшін өзіңізді. Биыл Қазақстан мұсылмандары діні басқармасы тарапынан 15 фирмаға рұқсат берілген, және квота берілген. Олар қажылық визасымен алып барады. Және туризм емес, қажылық визасымен алып барады. Енді оған қазір өте дайындылық кетіп бара жатыр. Қазіргі кезде көп фирмалар өздерінің әрекетін жасап жатыр. Оған екі түрлі не қойған? Комфорт бар, стандарты бар. Комфорт дегені сол Кағбаға жақын не болады? Қонақ үйлері Кағбаға жақындау болады. Оның тамақтары да жақсы болады. Содан кейін Минада да кішкене сәл айырмашылықтары болады. Стандарт кәдімгі өзіміздің барып жатқан адамдардың несі, о да Кағбадан сәл қиыншылық болмайды, негізінде сәл ұзақтау болады қонақ үйлері. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның және Мединада қонақ үйлері жақын бола береді. Ең кішкене сәл нелерді айырмашылықтар бар. Сол үшін бағасы да кішкене сәл несі болады. Сол қазіргі кездегі енді біздің Қазақстандағы фирмалар біздің Қазақстан еліндегі қажыларға қолының келгенше жеңілдік болуды және қиыншылық болмауды, жақсы сол қажылықты атқаруға әрекет қылып жатыр. Демек, комфорт пен стандартың айырмашылығы, комфортта керек болса харамға жаяу барса да болатын жағдай. Жаяу баратын жерлерге, автобусымен, таксимен баратын сәл алыстау қонақ үйлері болса, олар стандарт пакет болады. Олар стандартқа кіреді. Ақша сәл арзандау болады. Ақша кішкене сәл айырмашылық болады. Иншалла, енді қазіргі биылғы хаж сапары қай уақытта басталайын деп жатыр, қай уақытта жүріледі, қанша күн болады, барлық фирмалардың программасы бір ме, или бөлек-бөлек па? Енді қазіргі кезде әртүрлі фирмалардың өздерінің қойған нелері бар. Бізде мысал қазір скатпен сөйлесілген. Скатпен 25-іне кетіп, Шымкенттен ұшылады, неге барылады? Джиддаға барылады. Джиддада Мекке бірінші қажылықты жасап, содан кейін Мединаға келінеді, Мединадан осы Шымкентке, қайтып Шымкентке оралып келеді иншалла. Енді қанша күндік сапар болады? 17 күндік. 17 күндік. 17 күндік, 15 күндік сондай болады. Сондай болады. Алла разы болсын, мына сізбен бірге қаншама имамдарымыз елге, халыққа қызмет істеп жүрсіздер. Енді көп несе сапарға баратындардың 80-90% бірінші рет барғандар болады. Сол себепті оларға үлкен көмектеріңіз керек болады. Оларға жол көрсету, қажылыққа жүріп атқанда, умра қажылыққа барып атқанда әдейін сабақтар ұйымдастырылады. Не үшін? Сол бірінші рет барып атқан адамдарға сол
білмегенді білдіріп, үйретіп, о жақта қиналмау үшін әрекетін жасап жатыр. Соның үшін де бейілге, қажылыққа баратын адамдарымызға да сіздердің үлкен сабақтарыңыз болу керек. Әрине, әлбетте, не сабақтарымыз бар. Жиналғаннан кейін қажыларын жинап, оларға қажылықтың парыздары, қажылықта қандай амалдар жасалады, олардың пайдалары, олардың сауаптары қалай болады, сол туралы бәрі мәліметтерді сабақта иншалла беретін боламыз. Енді әрине қаншама адамдарымыз қазір умра қажылыққа барып келіп жатыр. Маған айтып өттік қой, бізге мұндай мүмкіншілік Аллах Тағала берген. Нығметіге бір шүкір жасайтын болсақ, бұл жалғасады. Бірақ та нашкүрлік қылып қоятын болсақ, бұл Аллах Тағала бұл нығметтерді алып қою мүмкін. Ешкім бара алмай қалуы мүмкін. Неге дегенде коронавирус уақытында өзіңіз білдіңіз, Кәбаның жан жағы бәрі босап қалды. Аллах Тағаланың өзі ілімі, білімімен иншалла сол нәрселер қалауымен болып жатыр. Соның үшін біз мұсылман бауырларымыздан не сұрайтын едік? Тек қана берген нығметтерге тоқтамай шүкірлік жасаймыз дейміз. Енді сізге беретін соңғы сұрағым, сол бағана айттыңыз ғой, 3 парыз бар. Біріншісі ихрамға кіру керек, екіншісі Арафатта тұру керек, үшіншісі тауафта. Енді осы қажылық ихрамға кіргеннен кейін қажылықты бүтін бәрін амалды орындап болғаннан кейін ихрамнан шығады. Дұрыс па? Сол ихрам кезінде қандай амалдарға жол қойып қоймау керек? Штраф төлеу, кафаратты төлемеу үшін қандай амалдар қайтарылған сол кездерде? Ихрам кигеннен кейін бірінші орында тілден сақтануымыз керек. Ғайбат жасау, жаман сөз айту, жаман ниеттерін қылу ең үлкен күнәлерден бірі есептеледі. Тілімізден табылады да тіліміз. Екінші, ихрамда біздің қайтарылған амалдардың біреуі, мынау тырнақтарымызды алмауымыз керек. Мынау жүндерді жүлмеуіміз керек. Саштарымыздағы саштарды жүлмеуіміз керек. Содан кейін ис бар. Сабынның исі, содан кейін мисктар, соларды қолданбауымыз керек болады. Көпшілігі адасып сабынмен, шампунмен пайдаланып қояды. Сол ең үлкен қателер. Қателіктері бар. Оның үшін не қандай штраф төлеймін, кафарат төлеймін, не дейді? Жоқ, енді оған өлшелік не қылынбайды. Ғалымдардың айту бойынша, егер сабын, болмасам бағанағы іспен сәл қолдан қоятын болса, оған кафарат жоқ. Оған кафарат жоқ. Енді біліп тұрып оны істейтін болатын болса, енді оның кафараты болады. Білмей естен шығып сол қайтарылған амалдарды орындап қойса, кафарат жоқ па сонда? Кафарат жоқ оның. Аллаға шексіз шүкірлер болсын. Енді ол жағы адамзаттың өзінің иманыға байланысты. Неге дегенде біліп тұрып қойды, бірақ білмей істеп қойдым деп айтатын болса да, Аллах Тағаланың алдында өзі жауап береді. Енді иншалла Құда қаласа, мына Қазақстан мемлекетімізге қараған саясаты арқалы, елбасыларымыздың, дін басыларымызды алып бара жатқан тура саясат арқалы, мына емін еркін ибадат жасау бізде басқа елдерге қарағанда өте кең, мол берілген. Мүмкіншіліктер көп. Әрине, бұған да бір арнайы біз Кәбаға барған кезде мемлекетіміз ақысына, елбасыларымыз, дін басыларымыз ақысына не істеуіміз керек? Дұға жасауымыз керек. Әрине, әр барғандарыңызды біз өзімізді куәміз, істеп жатқан дұғаларыңызды Аллах Тағала қабыл етіп, осы міне жалғасып бара жатыр. Соның үшін сізге тағы бір рет өз атымнан, ұжым атынан, көрерменнің атынан өзіміз рахметін айта тұрып, сіздің көрермендерімізге айтатын насихаттарыңыз, маслихаттарыңыз, бір білімдеріңіз болса, айтып, сонымен хабарымызды аяқтасақ. Алхамдулилля, Аллах Тағала сізі бізге сондай бір тыныштық елде өмір сүруді Аллах Тағала өзі нәсіп етіп отыр. Құрметті мұсылман бауырларымыз, біз елге көбірек дұға жасайық. Елбасымыз ақына көбірек дұға жасайық. Дінбастарымыздың ақына көбірек дұға жасайық. Еліміз тыныш болсын, аман болсын. Тыныштық болған жерге Аллах Тағала береке береді. Тыныштық болмайтын болса, бізге қажылықта, баса құлшылықтарда өте қиынға түседі. Сол үшін құрметті мұсылман бауырларымыз, құрметті мынау бізді көріп тұрған теледидар, артында көріп тұрған бауырларымыз, аға інілеріміз, еліміздің ақына көбірек дұға жасайық, еліміз тыныш болсын, аман болсын, жақсылықта кездескенше сау сәлеметте болып тұрыңыздар. Қареке, тағы бір сізге үлкен рахмет. Шақыруымызға жоқ деместен қымбатты уақыттарыңызды бөліп келдіңіз.
Әрине, сіз сияқты осы қажылыққа қызмет істеп жатқан барлық имамдарымыз Алла дендері сау өмірлерін ұзақ қылсын. Біздің де атақ үшін барып емес, барғаннан кейін өзгеріп келетін қажыларымыз саны көп болсын. Ең керегі сол ғой. Иншалла, умра қажылыққа бару, үлкен қажылыққа бару әркімге нәсіп ете бермейді. Бірақ нәсіп етті ме, оған біз лайықты инсан болуымыз керек. Басқаларға үлгі болуымыз керек. Анау Құдай өз сақтасын, барып келіп кәдімгідей өзіні жұмыстарын жалғастырып жүр, ішетін ішіп жүр, жүретін жүріп жүр деген әңгіме біздің шариғатқа, біздің мұсылмандарға тура келмейтін әңгімелер. Сол себепті әрбір пендені Аллах Тағала алдымен шақырсын, өзінің байтына, кәбасына, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның раузасына барып ибадат жасауны, әрине барып келгеннен кейін Аллах разы болатын амалдар жасауымызды әрбірімізге өзі нәсіп етсін. Сізге тағы бір рет үлкен рахмет. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Сол себепті сіздермен қоштаса отырып, барлығыңыз отбасыңызға Аллах Тағаладан тыныштық, амандық, есендік атайтсын деп дұға жасаймыз. Және де иншалла келесі hafta сіздермен эфир арқылы кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар. Ва ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah